Баршаңызға сәлем. Бүгін дайындайтынымыз хычины немесе картоп қосылған нан. Ол үшін бізге керегі ұн. Онға 1 шай қасық тұз саламыз. Суды құйып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Осында жұмсақ болу керек. Бетін жауып 30 минут демалдырып қоямыз. Бұл өте маңызды. Пісіру барысында айтамын, не үшін маңызды екенін. Енді қоспасын дайындаймыз. Картошканы суға пісіреміз. Піскеннен кейін езіп пюре жасаймыз. Пюре болғаннан кейін 1 шай қасық тұз саламыз. 1 ас қасық сары май. Бәрін араластырамыз. Осылай сырды үкіштен өткізіп алдым. Шамамен 200 граммдай. Бәрін қосып араластырамыз. Картошка қоспасын бірнеше бөлікке бөліп, дөңгелек жасаймыз. Шамамен 1 ас қасық әріне. Менде 11 дана шықты. Енді сол қоспамызға қамырын дайындаймыз. Қамырды бірнеше бөлікке бөлдім. Қамырды да дөңгелетіп 11 дана жасадым. Ең маңыздысы қамыр қоспамыздан кішкене сәл азырақ болу керек. Видеода көрсетілгендей, картошка қоспаның дөңгелектері қамырдың дөңгелектерінен үлкендеу. Қамыр сәл кішірек. Енді қамырымызды жаямыз. Шамалғанда жаямыз. Шамал жайып болғаннан кейін қоспамызды ортасына қойып, қамырды жинаймыз. Қамырды жинап, жабыстырып тастаймыз. Кішкене қолымызбен басамыз. Жаңа айтқандағымдай, басында қамыры неге 30 минут тұрды? Қамыр жыртылмас үшін, жазылып кетсе, ішіндегі қоспасы шығып кетеді. Енді маңыздысы бұл жерде де қамырды қолмен басқан кезде ортасынан шетіне қаратай басыңызды. Ал оқтоймен жайған кезде, бұзырықтарын көріп тұрсыздар ғой видеода, оны шетінің ортасына қаратай жаю керек. Сонда бұзырықтары жарылмай, ішінде қоспасы шықпай, әдемі болып шығады дөңгеленіп. Енді пісіргенде екі жағынан қызартып 2-3 минут пісіреміз. Екі жағын қайта-қайта аударып пісіріп тұрыңыздар. Осылай көтерілуі мүмкін. Сол кезде кішкене басырып, ішіндегі буын шығарып, қайтадан аударыңыздар. Нанымыз пісіп болғаннан кейін, ыстық күйінде бірден сары майды екі жағынан жағыңыздар. Сол кезде сіңіп, дәмді болып шығады. Істеп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Кеңес беремін істеуге. Астарыңыз дәмді болсын.